Ғабит Мүсірепов ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де болашағынан да қол үзеді деп айтқан екен. Тіл тәуелсіздігі ой тәуелсіздігінің, ел тәуелсіздігінің бастау бұлағы дейміз. Осы жерде қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің, салт санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі деген нақылы еске түседі. Кеш жарық қадірлі көрермен қауым. Тіл туралы нақыл сөздермен бастауымыз тегіннен тегін емес. Төрелік хабарының бүгінгі шығарылымы мемлекеттік тілдің сот саласында қолданылу аясына арналмақ. Бағдарламаның бүгінгі спикері Ерейментау аудандық сотының судьясы Жанаділ Абылайұлы Үсенов. Жанаділ Абылайұлы тілдер туралы заңның 4-ші бабында мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі екендігі айтылған. Сот жүйесіндегі мемлекеттік тілдің алатын орны, негізгі басымдықтары қандай? Алдымен әңгімемізді осыдан бастасақ. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біріншіден сіздердің төрелік бағдарламасымен қазақ тіліндегі ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Шақыртуларыңызға үлкен рахмет. Сот жүйесінде мемлекеттік тілдің алатын орны ерекше. Себебі судья қызметі заң саласындағы жоғары лауазым екенін ескерген жөн. Бірінші кезекте ата заңымыз, конституциямызда Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі деп тайға таңба басқандай айқын жазылған. Ал Қазақстан Республикасының төрелік тұлғалы заңымен мемлекеттік тіл мемлекеттің барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік тілмен айқындалады. Қазақстан Республикасының конституциясында кодексінің 30-ші бабында көзделгендей, Қазақстан Республикасының қылмыстық сотысы қазақ тілінде жүргізілетіндігі, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 14-ші бабына сәйкес сот жүргізу тілі сотқа талап қою арызы, арызымен берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 738 бабында да талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу мемлекеттік тілде жүргізіледі. Ал қажет болған кезде іс жүргізу орыс тілі немесе басқа да тілдермен мемлекеттік тілмен тең қолданылады. Сіздің сұрағыңыз бойынша жауапқа келетін болсақ, бұрын қазақ елінде азаматтарымыздың арасындағы өздерінің ақыл парасаттылығымен, әділеттілігімен, даналығымен халық арасында үлкен белеске ие ұлы тұлғалар, атап айтатын болсақ, Төле би, Қазбек би, Әйтеке биіміз бар, Саққұлақ би, Бапан би, Әділбек би, тағы да басқа сондай билерімізбен туындаған даулар ретке келтіретін әділ шешім шығарып отырған. Сол кездің өзінде даулар қарау кезінде өзге тілді пайдаланбаған, өзіміздің ана тіліміз қазақ тілімізді. Қазіргі таңда барша демеймін, алайда бүгінгі таңда көптеп кездесіп отыратын бірден бір өзекті мәселелердің бірі ретінде ол қылмыстық болсын, азаматтық болсын, әкімшілік болсын, істерді қарау кезінде орын алатын мына тілге байланысты мамандарға кемшілігінен, өкілдердің мемлекеттік тілді жетік меңгермегенінен, ал азаматтарымыздың арасында жазылған шағымы болсын, арызы болсын, сондай сотқа берілетін қандай да бір құжаттар болсын, ол мемлекеттік тілде берілмейді. Ал олар орыс тілде дайындалған арыздар бойынша ойлайды, мына орыс тілінде берілсе, сол тілде заңды әрі өзіне ыңғайлы шешім шығарады деп. Жоқ, ол қате пікір. Себебі қай тілде берілмесе де заң өзінің тиісті заңды негізді шешім шығаруына бағытталған. Сондықтан да қазірде сол заң терминдері болсын, қандай да болсын, өздерінің заңгерлік білімдерін өз ана тілдерінде жеткізе алмауы, сотқа берілмеулері содан келіп тіреліп отыр. Сондықтан сотпен өндіріске түскен істерді, арыз шағымдарды қарау кезінде, істің алдын ала дайындау кезінде осы мәселелерді жетік түрде түсіндіріп, өзінің уәжді сот актісімен сот ісін жүргізу тіліне қатысты мемлекеттік тілге, яғни қазақ тілге ауыстырылып отырады. Сонымен қатар осы жерде қосымша айтатын болсақ, іс жүргізу тілі қазақ тілінде ауыстыру қазақ ұлтына қатысты емес. Мен мысал үшін өз өндірісіндегі іске мысал ретінде айта аламын. Жеке бастарын анықтау кезінде отбасылық қарым-қатынастағы істер бойынша ол жерде екі азаматтың ұлты орыс ұлты болды. Орыс тілінде берілгеннен кейін оның тіл бойынша
қай тілді меңгересің деген кезде олар айтып отыр, біз мемлекеттік тілді меңгергенбіз дейді. Пікірін сұрадық, қалай? Енді мемлекеттік тілге өтуге. Біз қолдаймыз дейді, біз қарсы емеспіз дейді. Мұндай болатын болса, сол кісілердің пікірі ескеріле келе, сотқа түскен өндіріс мемлекеттік тілге ауыстырылды. Біз қазақ тілінде қаралды. Неліктен алғашқы бетте ол орысша енді осы жерде сұрақ туындайды. Неге онда сіздер мемлекеттік тілде бермедіңіздер, сіздерге ыңғайлы екен? Ол кісілер не дейді? Мен заңгерге бардым, қазақ тілін жетік меңгергем, бірақ заңдық білімім жоқ. Заң консультациясына бардым, заң кеңсесінде. Сол кісілерге мен осындай отбасы қатынастағы арызымды айттым. Ол кісілер менен сұраған жоқ. Тіпті сен мемлекеттік тілді білесің ба? Саған қай тілде жазайық деп сұрамайды. Өздерінің үлгілері бар, сонымен арызды жазды да қолдарына берді. Міне осыдан келіп, ол кісілер сол арыздалықтан өткізді. Жанәділ Абылайұлы қорғаушылардың болмаса басқа бір адвокаттардың өзіне ыңғайлы тілді таңдауында болып тұр ғой мәселе. Ыңғайлы тілінде. Ол ыңғайлы тілінде деп айтпаймыз. Ол мемлекеттік тілге деген немқұрайлығында деп айтсақ болады. Осы мәселені реттеудің жолы қандай? Бұл мәселе заңмен болсын, басқа да жауапкершілікпен болсын қарастырылған әрбір азаматтың өзінің жүрегінде болу керек. Ана тілінде деп талап етсе, сол тілде ол жүргізілетін болады. Жанәділ Абылайұлы 1 қыркүйектегі президенттің Қазақстан халқына арнаған жолдауында мемлекеттік тіл мәселесіне де тоқталып кетті. Маңызды құжаттағы негізгі ойды өзіңіз қалай тұжырымдар едіңіз? Баршамызға аян президентіміздің Қазақстан халқына арналған жолдауы жауапкершілікпен, жақсы жаңалықтармен күтеміз. Өзіңіз айтқандай 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауы қазақ тілінің дамуы мемлекеттің саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже барын, қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналуда. Жалпы мемлекеттік тілді қолдау аясы кеңінен келетін. Бұл заңды құбылыс екен, өмірдің басты үрдісі екен. Сондықтан қазақ тілінің өрісі тек шектеліп бара жатқан деуге негіз жоқ екен. Ата заң бойынша Қазақстанда бір ғана мемлекеттік тіл бар. Бұл қазақ тілі екенін айтқан болатын. Қазіргі таңда Ақмола облысы, Ереймент аудандық сотында облыстық сотымыздың төрағасы Досжан Сарманқұловның бастауымен де өздеріңіздің қатысуыңызбен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, өзіміздің семинарларымызбен мемлекеттік тілге қатысты оның ары қарай дамуына, ары қарай жетілуіне байланысты тиісті дәрежеде жұмыстар жүргізіліп атқарылып жатыр. Сот саласындағы бір жаңашылдықтың бірі, мынау 1 шілдеде қолданысқа енген әкімшілік рәсімдік процестік кодекс екенін білеміз. Енді қолданысқа енгеніне аз ғана уақыт болды, 2 айдың жүзі ғана болды. Бұл саланы да президент өзінің жолдауында қозғап кетті. Жалпы Ереймент аудандық сотында осы заңнама негізінде 2 айдың ішінде істер қаралды ма? Мен бұны заң білместік деп айтпаймын, немесе ондай даудың болмай жатқанын деп айтамаймын. Бірақ енді бүгінгі таңда аудандық сотқа ондай арыздардың түскен жоқ. Бір арыз түсті, бірақ оның өзі соттылығы бойынша Нұр-Сұлтан қаласына байланысты болды. Сол негізде ол азаматты айтып түсіндіріп, соттылық бізге жатпайтынын, заң бойынша Нұр-Сұлтан қаласына жүгіну керек екенін, себебі заңның өзінің басымдылығы бар, азаматты әуре сарсаңға салмау. Соны ескере келе ол кісіге түсіндіргеннен кейін ол кісі түсініп өз арызыменен Нұр-Сұлтан қаласына жүгінуге кетті. Ал бұлай қазір бізде қаралған мұндай іс жоқ, өз шешімін тапқан. Негізі мына Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі 1 шілдеден бастап қолданысқа енді. Бүгінгі таңда елімізде толыққанды өз жұмысын атқаруда. Бұл тарихи кезең десек болады. Ал мына әкімшілік рәсімдік процестік кодексі барша қырынан егжей-тегжейлі халық арасында түсіндіріліп жатыр. Ол түсіндірілді де заң қолданысқа енгізген дейін. Бұл кодекстің негізгі мақсаты азаматтардың мемлекеттік органдардың текетірестігімен дауларды әділ шешуге көмек беру. Және де елді Қазақстан Республикасындағы халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясын орындауға бағытталған елеулі реформаларын жүзеге асыру болып табылады. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексінде 4 басымдылығы. Біріншіден ол азаматтың заң талабына жетік меңгермеуі. Кезінде судьяларға түскен арыздар бойынша кемшілік болады. Сол кемшіліктерді дұрыс беруге, дұрыс соларды реттеп негізі бойынша беруге, түсіндіруге соттың құқысы бар. Ол нені береді? Ол
істің негізінен шын мәнінде дұрыс шешілуіне азаматтық процестік кодекстің кемшілігі деп айтылмайды. Жүйесіндегі қабылданып жатқан шешімдер бойынша негізсіз, тиісті емес жауапкерлерге қатысты бермеуіне бас тартылып отырса, бұл жерде соның өзінің кемуі. Яғни дұрыс шешім шығаруға пайдалы болады. Екіншісі ол сот талабынан сұранысын орындамауы, сотқа себепсіз келмеу, сот актісін орындамау сияқты әрекеттеріне ақшалай өндіріп алу көзделген. Яғни сот өз актісін немесе өзінің ұсынысын орындалуын өз бақылауында болады. Үшіншіден, татуласу процедуралары. Ол жағынан да сот өз тарапынан тараптардың татуласуына өз үлесін қосады, қажетті шараларды қабылдайды, даудың процестік барысында реттеуге көмектеседі. Төртіншісін айтатын болсақ, талап қоюды қарау мерзімі. Ол ақылға қонымды мерзімде қаралу керек. Біз істі қаралып жатқан кезде істің негізгі шешілуіне қарай бағыт береміз. Сондықтан да ақылға қонымды мерзімінде қаралу емес, бұл жерде негізінен құқықтық баға беру болып табылады. Енді ақылға қонымды екен деп бір айға, 2 айға қалдыру емес. Бұл жерде де бәлде де айттық, бұл халық үшін жасалып жатқан дүние. Жылдам әрі дұрыс шешім қабылдау. Қонымды мерзімдеп осы жерде кейде дау шығып кетуі мүмкін. Себебі арыз берілген кезде тиісті бір мекеме органға қатысты ол өзінің шағыммен түсіп отыр. Айтарлық оның бір дүниесі тез білінетін болсын, бір белгілі мерзімде бөлініп кететін, соны ол тиымнан шеше алмай жатыр, немесе оны орындай алмай жатыр дегендей. Шағым келтірді процестік кодекске сәйкес. Бергеннен кейін ақылға қонымды мерзім екен деп оны 6 айда қарамаймыз ғой. Ол да ескеріледі. Мысалы, кәсіпкер белгілі бір бүлініп кететін азық түлігін бір жерден шығара алмай жатыр дейді. 6 айлап, 1 жылдап егер қаралатын болса, қонымды мерзім деп, онда ол бүлініп кетеді, одан кейін соттасудың да қажеті жоқ деп есептейді. Қажеттілігі жоқ. Оны не қылады оның қажеттілігі? Онда несіне ол өз құқығын қорғау үшін сотқа келіп отыр? Жанәділ Абылайұлы, Ерейментау ауданы негізінен жергілікті ұлт өкілдері көп шоғырланған аймақ. Осы орайда сотқа келіп түсетін істердің мемлекеттік тілдегі үлесі де біраз салмақты шығар. Тіл әрбір ұлттың асыл қазынасы. Тіл бар жерде ұлт бар. Ауданымызда басым бөлігі қазақ ұлтынан тұрады. Енді мен бұл жерде сізге статистикалық мәліметтерге тоқтаймын. 2020 жылдың 8 айлығында қазақ ұлтынан болсын, мемлекеттік мекемелерден қазақ тілінде түскен арыздардың жалпы саны 25% болды. Ал жалпы 19-да 7% құрады. Енді 2021 жылдың 8 айлығын алайық. Осы көрсеткіш алдыңғы 25%-іміз 46%-ға өсіп отыр. 2 есе мөлшерде. Ал мемлекеттік тілде қаралған істер ол 33% құрап отыр. Ол алдыңғы 19%-дан осындай ілгерілеу бар. 1-2% емес, қазір таңда осы мемлекеттік тілге қатысты қолға алып жатырмыз. Тағы да аудандық сотпен осы атқарылған жұмыстарды айтатын болсақ, заңды, мемлекеттік тілді түсіндірудің арқасында қазір таңда 45 өндірістегі істің өзі мемлекеттік тілге ауысып отыр. Аудандағы судьялардың, қорғаушылар мен прокуратура саласы мамандарының мемлекеттік тілді меңгеруі де осы аса маңызды факторлардың бірі деп айтып отырмын. Бұл тұрғыда аудандағы ахуал қандай? Мен сізді арнайы түрде шақырамын. Ерейментау аудандық сотында егер де тараптар қарсы болмаса, сот отырысына келіп қатысуыңызға. Нақты мемлекеттік іс бойынша жүргізіліп жатыр. Сіз сол кезде мен ойлаймын, сот отырысында отырып, сіз кәдімгі қазақ тіліндегі дамыған ауданның сотына қатысып отқаныңызға көз жеткізетін боласыз. Себебі бізде тиісті нақты қорғаушылар бар. Ана тіліне деген жанашырлықтары енді мықты. Мемлекеттік тілге деген олардың көзқарастары өте бөлек. Сондай-ақ мына сіз айтып отырған прокуратура қызметкері 100% барлығы мемлекеттік тілді біледі. Қайсы процеске қатысса да бәрі біледі деп айтылады. Бізге түскен мемлекеттік істі қарау кезінде ешқандай қиындық жоқ. Ал енді ол Ерейментау өңірінде ғана. Сіздердің озық үлгілеріңізді басқа аудандарда да осы Ақмола облысының аумағында толығыменен мемлекеттік тілде жүргізуге қандай кедергі бар? Сіздің айтып отырған уәжіңіз негізді. Осы бастаманың барлығы осы Ақмола облыстық сотының төрағасының бастамасы. Сол кісінің осыны қолға алуының арқасы. Мен солай деп түсінемін. Ол бойынша да тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қиыншылықтар бар шығар. Бірақ мен қазір айталам, елімізде қандай да бір өзіңіз бәлдегі кемшілігі болса да, бірақ мемлекеттік тілде қауқарлы барлық аудандық сот. Енді бәлдегідей кемшілік тұстары болуы мүмкін. Көш жүре түзеледі. Өйткені көштің базын туралап келе жатқан азаматтарымыз бар. Мемлекеттік тілді қолданыс аясын кеңейтудің жолдары қандай? Судья емес, Қазақстанның азаматы ретіндегі өзіңіздің ойыңызды білсек.
Бірінші кезекте мен мысал ретінде биылғы 1-ші сыныпқа барған баламнан мысал ретінде айта аламын. Мектепке жібердік. 4 1-ші сынып бар. Соның 3-еуі орыс сыныбы, 1-еуі қазақ сыныбы. Ауыл кіші. Сұрастыра келсек, сол 3 сыныптың 1-еуі өзге ұлттар. 2 сыныбы өзіміздің қаракөз бүлдіршіндеріміз. Енді оларға айтамыз. Не үшін олай болды? Олардың ата-аналары айтады. Біз орыс сыныбын бітіргенбіз. Біздің баламызға қазақ тіліндегі үй тапсырмасын орындау қиын. Енді оның немересіне не деп айтады? Мектеп бастапқы қабырға білімде. Сондықтан да сол қабырғаның ішінен ұядан ұшу үшін сол мемлекеттік тілді білім алу. Ол ата-ананың бірінші міндеті ол. Қиындық болады, болмайды емес. Ұстаздар бәріне көмек береді, түсінбеген сұрайды. Келешекте оның бәрі орнына өз қалпына келеді. Сот саласында айтатын болсақ, мамандарымыздың бәрі толық меңгерген. Кез келген шағыммен арызды қабылдау болсын, іс жүргізу, анықтамалар түзу болсын, бәрі мемлекеттік тіл меңгерген. Жанәділ Абылайұлы енді биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Егемендіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда сот жүйесінде мемлекеттік тілдің қолданылуында ілгерілеу бар ма? Ілгерілеу бар. Іс құжаттары қазіргі таңда енді кемшілік тұстары бар. Кейбір құжаттарымыз әлі ресми тілде жүріп кетеді. Бірақ тиісті маңызды құжаттарымыз мемлекеттік тіліміз кеңінен қолданылуда. Сіз болып, біз болып осыны қолға алып, насихаттап, сол жөнде жұмыс атқаратын болсақ, ол сол бойынша болады. Жанәділ Абылайұлы сот жүйесіндегі мемлекеттік тілдің деңгейі, оның қолданыс аясы жайында біраз маңызды ақпаратқа қанық болдық. Студияға келіп ой бөліскеніңіз үшін шығармашылық топтың атынан алғыс білдіреміз. Бізге берілген уақыт өкінішке орай шектеулі. Хабарымызды тағы да Бауыржан Момышұлының тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес деген нақыл сөзімен аяқтағым келіп отыр. Тұнығымыз ешқашан лайланбасын. Ол үшін сіз бен біз барлық қоғам болып атсалысуымыз керек. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.